Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Біз бүгін еліміздің оқу-ағарту саласындағы, яғни жоғарылап оқу мәселесіне байланысты бір тақырыпты қаузасақ деп отырмыз. Себебі жақында осы мәселеге байланысты өзіміз істейтін газетте арнаулы мақалада жариялаған болатынбыз. Бүгін осы мақалада айтылған ойымызды оқырмандармен ортақтассақ деп отырмыз. Себебі соңғы жылдары Қазақстанда жоғары білімге қол жеткізу жолдары кеңейіп келеді. Ұлттық бірыңғай тестілеуді, яғни ұбт-ны бірнеше рет тапсыруға мүмкіндік енгізіліп, талапкерлерге мемлекеттік грант жеңіп алу үшін түрлі жағдайлар қарастырылған. Алайда қанша тырысса да грантқа іліге алмай, ақылы бөлімге түсуге мәжбүр болып отырған жастар саны да аз емес. Мәселен, Қазақстанда жыл сайын 70 мыңнан астам білім гранты бөлінсе де, талапкерлер саны одан бірнеше есе көп. Әсіресе педагогика, IT саласы, емдеу, денсаулық сақтау саласы сынды бағыттарға деген сұраныс өте жоғары. Бірақ грант саны шектеулі, ал конкурс тіпті қатаң. Жоғары балл жинаған талапкерлердің өзі кейде грантсыз қалып жатады. Мәселен, 2024 жылы Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі 75 мыңнан астам грант бөлген, алайда ұбт тапсырған талапкерлердің саны 300 мыңнан асып түскен. Яғни талапкердің біреуі ғана грантқа қол жеткізеді деген сөз. Мұндайда тек бір ғана жол бар, қалғаны ақылы бөлімге оқуға түсу. Бірақ Қазақстандағы төмен жалақымен, қазіргі тұрмыс деңгейімен ақылы бөлімде оқу әркімге оңай соқпайтын жағы тағы бар. Оның үстіне Қазақстанда жоғары оқу орындарындағы оқу ақысы жылдан жылға өсіп келеді. Мәселен, өңірлік университеттердің өзінде оқу ақы 800-900 мыңнан басталса, ал ұлттық жоғары оқу орындарында бұл көрсеткіш 1,5 миллион, тіпті 2-3 миллионға дейін кетіп қалады. Бұл орташа жалақы алатын отбасы үшін алғанда ауыр салмақ. Бір баланы оқыту үшін кейбір ата-ана шетелге кетіп, қара жұмыс істеп, ақша табуға мәжбүр болады. Ал қаладағы отбасылар пәтер жалдап күн көрсе де, баласын оқудан қалдырғысы келмейді. Мұның бәрі Қазақстандағы ақылы білім жүйесінің әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ете алмай отырғандығының көрінісі. Мемлекеттің грант саны соңғы жылдарда көбейгенімен, ол сұранысқа әлі де сай емес. Сонымен қатар қазіргі білім беру жүйесінде ақылы бөлімде оқитын студентке мемлекет тарапынан жеңілдік қолдау, білім несиесін беру жүйесі әлі мардымсыз немесе кемелдендірілмеген. Кейбір мемлекеттерде мемлекет студентке жеңіл пайызбен оқу несиесін беріп, ол оқу бітіріп жұмысқа орналасқаннан кейін ғана қайтаруға мүмкіндік беріледі. Қазақстанда мұндай жүйеде бар, бірақ рәсімдеу өте қиын. Түсіндіру жұмыстары жеткіліксіз, ал жекелеген банктер ұсынатын несиелердің пайыздық мөлшерлемесі өте жоғары. Сосында қазір грантқа іліге алмаған талапкерлер үшін жоғары білім тек қалталының қолы жететін байлыққа айналып бара жатқандай. Ел болашағы білімді жастардың қолында десек, бұл мәселе тек бір отбасының ғана емес, мемлекеттің де бас ауруы болуға тиіс. Сондықтан ақылы бөлімде оқитын жастар мен олардың ата-аналарына түсетін қаржылық салмақты жеңілдету мемлекет пен қоғамның ортақ мүддесіне айналуға тиісті маңызды мәселе. Әрине, бұл бағытта білім несиесін мемлекет тікелей субсидиялап, 2% мөлшерінде қарыз беру, қарызын жұмысқа орналасқаннан кейін ғана төлеу, көп балалы әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан жастарға несиені қайтарымсыз грантқа айналдыру сияқты тәсілдерді қолдануға болар еді. Бірақ бұл әзірше бүкіл қазақстандық жастарды қамтуға мүмкіндік бермей тұр. Кейбір жоғары оқу орындары өз есебінен үздік студенттерге жеңілдіктер беріп, оқу қаржысының жартысын жабу, еңбекпен өтеу жолдарын ұсынып жүр. Әрине, бұл да ұтымды әдіс. Дегенмен, оқу үлгеріміне салқынын тигізбеу шарт астында студенттерге жартылай жұмыс істеп, оқумен қатар табыс табуға
мүмкіндік жасауда қажетті. Әрине қазір студенттердің жатақхана мәселесі де Қазақстанда толық шешілмеген. Бұл мәселені біздің президентіміз де бірқанша мәрте шегелеп айтты. Бірақ сонда да көптеген жоғары оқу орындарындағы студенттер үй жалдап, пәтер жалдап тозып жүр. Ал ірі қалалардағы пәтердің ақысы тіпті аспандап кеткен. Сондықтан сыртта үй жалдап жатқан студенттер бір жағынан оқыса, екінші жақтан қара жұмыс істеп немесе ақша табуға уақыт бөлуі тиіс болады. Бұл өз кезегінде студенттердің алаңсыз білім алуына да ықпалын тигізіп жатыр. Кейде студенттер бір жағынан оқып, бір жағынан ақша тауып жүргенін сияқтанғанымен, не мандып ақша таба алмай, не мандып білім ала алмай, ортада қалып жатқан жағдайы да жоқ емес. Әсіресе жатақхана мәселесінің шешілмеуі бұл ауылда тұратын ата-аналар үшін үлкен салмақ болып тұр. Сондықтан да қазір Қазақстандағы екінің бірі егіздің сыңары, яғни студенттердің көбі бір жағынан жұмыс істеуге мәжбүр, оқи жүріп жұмыс істейді. Бірақ оқудан уақыты босай қалса, жұмысқа шақпылаған студенттер сабаққа қалай дайындалады, қалай зерттеумен айналысады, қалай оқуынан нәтиже шығарады деген мәселені ойлап көрсек, студенттердің бір жағынан жұмыс істеп, ақша тауып, күнкөріс үшін шақпылап жүруі де біздің елдегі оқу, білім саласындағы маңызды мәселенің бірі сияқтанады. Әрине, Қазақстанда жоғары білім тек жеке тұлғаның ғана емес, бүкіл ұлттың болашағын айқындайтын стратегиялық сала. Алайда қазіргі таңда жоғарыда айтқанымыздай ақылы білім алу көптеген жас пен оның отбасына ауыр салмақ болып отыр. Мемлекеттік гранттың шектелігі, оқу ақысының жыл сайын шарықтауы, білім несиелерінің тиімсіздігі, бұлардың барлығы елдегі әлеуметтік теңсіздікті тереңдете түсті. Жоғары білімге қол жеткізу тек қалталы отбасының баласына ғана оңай болып бара жатса, онда біз баршаға бірдей мүмкіндік, әлеуметтік әділеттілік сияқты ұғымдардың мәнін жоғалта бастаймыз. Жастардың оқуға түсуі, оқумен маман болып шығуы жеке бастың мәселесі ғана емес, тұтас елдің адами капиталына салынатын маңызды қаржы. Бұл қаржыны мемлекет, бизнес және қоғам бірлесіп көтеруге тиіс. Грантқа түсе алмаған, не оқу ақысын төлей алмаған жастардың бойында күйзеліс, өзіне деген сенімсіздік, әлеуметтік торығу пайда болуы да мүмкін. Бұл қоғам үшін елеусіз, бірақ маңызды мәселе. Осы тұрғыдан алғанда ақылы бөлімде оқитын жастардың жүгін жеңілдету, оларды борышқа батырмай, болашағына сенімді ету деген сөз. Ал ата-аналарға түсетін салмақты азайту, елдегі әлеуметтік тұрақтылық пен халықтың мемлекетке деген сенімін арттырудың алғы шарты. Жоғары оқу орнын оқудағы мақсат тек диплом санын көбейту емес. Мақсат әрбір жастың білім алу құқығын қорғау, сол білім арқылы өз әлеуетін іске асырып, қоғамға пайда келтіре алатын азаматқа айналуына жол ашу. Бұл мемлекет үшін де, ұлт үшін де, ұлттың болашағы үшін де ұтымды шешім. Ендеше білім жолында жүрген әрбір жастың жүгін бірге көтеру баршамызға ортақ парыз болуға тиіс. Сосында біз осы тақырыпты қозғап отырмыз. Айтпақшы, жақында министріміз Саясат Нұрбек бір сұхбатында жер шарындағы 8,2 миллиард адамның тек 254 миллионы ғана жоғары оқу орнын бітіруге мүмкіндік алады деген сөзді айтып қалды. Министрдің бұл деректі қайдан алып отырғаны бізге беймәлім. Дегенмен ЮНЕСКО-ның және World Bank сияқты ұйымдардың 2022 және 2024 жылдағы деректеріне сүйенсек, тек жоғары оқу орнын бітірген адамдардың саны шамамен 750-де 800 миллион шамасында көрінеді. Жоғары колледж және техникумдарды қоссақ, жоғары білім алған адамдардың саны 1 миллиардтан асып кететін сыңайлы. 2024 жылғы деректер бойынша әлем халқының шамамен 9-10% ғана университет бітірген. Бұл көрсеткіш өңірлерге қарай өзгереді. Мәселен, Солтүстік Америкада ең жоғарғы көрсеткіш 45%-ды құраса, одан кейінгі орында Еуропа тұр 30-40%-ды, орталық және шығыс Азияда бұл көрсеткіш 20 және 25%-ды құрайды, оңтүстік Азияда 10%-ды құрайды, Африкада ең төмен 7% шамасында көрінеді. Ал бұл көрсеткіш Қазақстанда 28-де 31%-ды құрайды. Яғни Құдайға шүкір, Қазақстанда өзіміз ішпесек те, жемесек те әрбір ата-ана
баласын оқытуға барынша тырысып бағады. Өзім оқи алмадым, балам оқысын деген мақсатпен тапқан таянғанын баласына беріп, баласын оқытып жатқан, қарызданып, қауғаланып болса да баласын оқытып жатқан ата-аналар аз емес. Бірақ жоғары оқу орнын бітіріп шыққан жастардың бәрі сол жұмсаған қаржысына сай кейін ақша тауып, өз кәсібін, өз мамандығын жалғастырып, оқуға салған қаржысының қайтарымын таба алып жатыр ма? Ол да маңызды мәселе. Өйткені Қазақстанда таныс білісің, арқа сүйейтін көкең болмаса, жұмыс табу да қиын. Әрине, өз талантымен тас жарып, өзінің біліктілігін көрсетіп, қызмет тауып жатқан, мамандық бойынша жұмыс тауып жатқан жастар да аз емес, бірақ бәрі бірдей жұмыс тауып жатыр деп айта алмаймыз. Осы тұрғыдан алғанда, ақылы оқуды 4-5 жыл бойы қымбат бағамен оқып шығып, кейін дипломын құшақтап, жұмыссыз қалған жастардың тағдыры да бізді ойлантуға тиіс. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Біз көкейтесінің келесі кезегінде шетелден оқу ауқымба және қажеттілік пе деген тақырып аясында сөз қозғауды жөн көріп отырмыз. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.